Менің сотымда. Қайрат деді ма, Абдрахман деді ма, бір жігіт келді. Білмеймін мен оны, кім, ондай қазақтың барында білмеймін жер бетінде. Аты да есімде жоқ. 2019 жылы шілденің 29 күні Астана қаласында болған менің сотымда келді. Бір шашын жылтыратып майлап алған, қара костюм шалбар киіп, галстукты қылғынып тағып алған бір жігіт, кәдімгі дәу штатив, дәу камера операторы бар. Мені оңды солды түсірді. Мен қайдан білейін оны? Әйтеуір медиа ма, блогер ма екен деппін. Блогер ма екен деппін. Дәл сол сотыма марқұм Дулат Ағаділ де барды. Ай жарықтық ай, менің сол Дулат Ағаділді соңғы көруім сол болды. Өзімнің сотымда. Мен істі боп, сотты боп жатырмын. О кезде Дулат Ағаділ азат кезі. 2019 жылы шілденің 29 күні. Дулат Ағаділ марқұм менің сотыма барды. Астана қаласында. Сонда жаңағы жігіт видеоға түсіріп жүр. Сөйтсем ол биліктің маймыл екен. Ол мені ары құшақта фотоға түсті, бері құшақта фотоға түсті. Қол алысып тұрып, бейтіп тұрып фотоға түстік. Мен қайдан білем оның кім екенін мен білмеймін де ғой, танымаймын да ғой. Ал енді соны алып, сен Серікжан мына биліктің Титушкасының досы, Серікжан Титушка деп айтып көрші. Жоқ, сен историяңды әкел, құжатыңды әкел, бағаңды алып кел, мен тексерейін, содан кейін сені мен фотоға түсем деймін ба. Трамп пенен Эпстейннің бір фотосын алып шығады да, ой, мынау сонымен фотоға түскен дейді. Әзір әлемдегі қай саясаткер кіммен фотоға түспей тұр? Қай саясаткер кіммен фотоға түспейді? Күліп алды да тұрасың, елдер келеді, суретке түсейік дейді, мақұл дейсің, түспесең сені кердейді, кекірейді дейді. Түсесің. Эпстейн де сол. Трамп оның қылмыскер екенін ол заманда білді ма? Егер ол қылмыскер болса, онда Американың қылмысқа қарсы соты бар, полициясы, прокурор бар, олар соттау керек. Ол қоғамда ашық, емін, еркін жүрген адам сол кезде. Сол кезде сен не? Сонда сен өзің жекеменшік детектив бол. Сен қылмыскерсің ба? Жоқ, болашақта қылмыскерсің ба? Сен қылмыс жасайын деп тұрсың ба деп сен тексеруге тиіспедің. Мысалы, біздің Астанадағы Атажұрттың мүшелерін сендер ана Алматыдағы сияқты ту өртеп қоюларың мүмкін деп 10 күнге қамады. Ай, мына біздің Қазақстанның құқық органдары, мына полицейлер бар ғой, мына сенің ана жасамаған қылмысыңды жасағалы жатырсың деп күні бұрын болжап қояды ғой. Қандай бақсылар, дәупірім бақсылар ма, қандай жынкештер бұлар. Бұлар енді жуырда сен адам өлтіргелі жатыр екесің, сен ұрлық істегелі жатыр екесің деп қазақтарды ұстауы мүмкін. Сен қыз зорлағалы жатыр екесің. Сенің мына балаң әзір 5 жаста, бұл 18 жасында адам өлтіреді. Сондықтан біз оны 5 жасынан бастап қамайық деп сенің 5 жастағы балаңды да түрмеге тыға салуы мүмкін. Міне көрдіңдер ме? Жер шарында бір ғана ел бар, сен жасамаған қылмысты жасауың мүмкін деп қамайтын. Ол Қазақстан. Маған 2017 жылдың аяғында, 2018 жылдың басында ұлттық қауіпсіздіктен 2017 жылы 2 қағаз, 2018 жылы 2 қағаз, жалпы 4 қағаз ескертілді. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының азаматы Серікжан Біләшұлына 1974 жылы 21 желтоқсанда туған, жеке көлік нөмірі мынандай азаматқа оның істеп жатқан істерінің қылмыс құрамы болуы мүмкін екендігі туралы ескерту қаттамасы деген қаттама қолыма берілді. Сонда мына әулие билік, күні бұрын мына сенің әлі істемеген тағдырыңды біліп қойған билік, мына біздің Қазақстанның әулие билігі менің қылмыс жасауым мүмкін екендігін маған 2017-де 2 рет қағазбен, 2018-де 2 рет қағазбен, 4 рет қаттамамен көрсеткен. Міне. Көрдіңіздер ме? Осындай жағдай болды. Енді сол жағдай сіздердің бастарыңызға келмей ме? Міне, келеді. Келеді бастарыңызға. Бұл аса сұмдық жағдай. Енді қара. 2019 жылы августтың 16 күні сот залынан босап шықтым. Процессуалдық келісімге қол қойдым. Яғни қылмысты болдым, сотталдым. Бірақ сотты жаңағы
үйде өтөйтін болдық. Қылмыс деп, мен өзімді кінәлі деп, 7 жыл бойы саяси және қоғамдық ұйымдардың басшысы болмаймын деп қол қойды. Мақсатын түсіндік, мені бір ұйымның басшысы болып кетеді деп шошып отыр екенсіздер ғой деп білдім де окей дедім. Мен сол ұйымның басшысы болмай-ақ еденін сүртіп те жұмыс істеймін ғой дедім. Мен мақсатым басшы болу емес қой, мақұл дедім. Содан сот залынан шыққанда ел деген қаумалап алып кетті. Ел деген қаумалап, арнайы жолдас жігіттер бар, рахмет оларға. Біреулер соншама құжынаған бәленбай мың адам, сол күнгі видеоны көрсеңіздер болады. Менің жаңағы жақын жолдастарым, Алла разы болсын ол азаматтарға. Олар ойлапты, мен ойлаған жоқпын ол кезде. Мына біреу ішінен жаңағы қастық істейтін біреу, мына қалың опыр-топырдың ішінде бүйірден іштен пышақтап кетпесін деді. Енді білмейсің ғой, ана құжынаған елдің ішінде біреулер келіп пышақ тығып кетсе, ол пышағын орамалға жасырып келіп бүйірден сұғып жіберсен, тарихта талай нәрсе болды ғой. Мысалы, Немцевті сөйтіп Кремльдің анау Қызыл алаңда орыстар атып өлтірді ғой, Путинге қарсы. Деп әлгі азаматтар соны ойлапты. О кезде мен ойлаған жоқпын оны, менде оны ойлайтындай да жаңағы ондай не жоқ. Сөйтіп жан-жағымнан жігіттер қоршап мені көлікке кіргізтіп алып кетті. Енді ана жерде құжынаған ел сүйіп жатыр, құттықтап жатыр, бата беріп жатыр, жылап жатыр, қол алысып жатыр, білмеймін. Сол видеоны көрсеңіздер тұр. Содан бір жерде тоқтадық, фотоға түсіп қалайық деді бір азаматтар телефон соғып. Жігіттер өздері телефон, менде телефон да жоқ. Сон тоқтап фотоға түстік. Қайдан білейік, менің мына ту сыртымда, артымда сақалы міне жерге келген бір Жамбылдың жігіті ма, жамбылдық жігіт қой деймін, Шымкенттің жігіті бар екен. Ол сақалды өсіріпті, енді 50 сантты өсіріпті. Кәдімгідей мына былай шаш құсап өсіріп, енді былай тұр екен. Енді оның барып сақалың бит деп па, биті бар ма, шампунмен жудың ба сақалыңды деп тексеретін біз емеспіз ғой енді. Оқабистің ба, жоқ, болашақта оқабист боласың ба, жоқ, бұрынғы оқабист қазіргі зікіршісің ба, жоқ, бұрынғы оқабист қазір петқоллашысың ба, жоқ, болашақта муфтият сектасына кіресің ба, жоқ, таблиғсың ба деп әгіден секта куәлік сұрайтын біз емеспіз. Әйтеуір мені қолдап кепті. Сонымен фотоға түстік. Сөйтсем әлгі жігіт менің кездесуімнің бәрінің артында, сол 16 тамызда менің мына артымда бір 2 метрдей жерде тұрыпты, бірақ сақал ашықты. 10 елдер фотоға алған, сақылдады. Енді келіп, ана бүкіл биліктің жалдамал жазғыш жалақоры, Серікжанда оқабист, артында 2 метр жерде оқабист сақалымен бір сары жігіт тұр дейді. Ол жігітті мен танымаймын да өлі. Қазір Трампқа сол жаланы жауып жатыр. Эпстейнмен фотоға түскен, демек бұл Эпстейнмен бірге қылмыскер дейді. Трамп дейді, Эпстейннің дейді, ана жаңағы кәмелет жасына толмаған қыздарды мына тұлғалардың қойнына салып беретін сол қылмысын Трамп біледі деген жала жауып жүр. Онымен фотоға түсіпті, онымен құшақтасып фотоға түсіпті. Онымен қазіргі жұбайда фотоға түсіпті бір кезде. 4-еу болып түскен ба. Енді қазір мына батыстың медиасын қарасаң дыңғыр. Біреумен біреудің фотоға түскеніне байланысты. Сен соның бүкіл қылмысын білесің деген қай логикаға саяды? Соны білдей бір Американың Трампқа қарсы медиалары жерден 7 қоян тапқандай болып, өлген 77 әкесі тіріліп келгендей болып, ана фотоны дыңғырлатып жатыр. Ана мен өзім өмірімде көрмеген жаңа жамбылдық па, шымкенттік па деп отыр мен. Ана сары жігіт өз сақалы да сап-сары екен. 50 сантты сақал қойған жігіт менен 2 метр арт жағымда тұрып, 2 метр алыста, бірақ менің мына иығымның тұсында тұрып, ол өзі тұрайын деп тұрды ма, ол мақсатты келді ма, жоқ, ол өзі солай тұрып қойып, оны фотоға алғанда сол менің иығымның тұсынан бүйтіп алды ма, мен де білмеймін. Ол жігіт киембишник па арнайы келген сондай мақала жаздыруға, оны білмеймін. Ол жігіт одан кейін көрген де жоқпын. Жоқ, ол бір бейгүнә біреу шығар, мүмкін ол киембі шығар. Серікжанды уахабист көрсетуге, сөйт, сен фотоға түс, сосын Серікжанды уахабист деп ұрамыз деген. Не, мен одан сақалыңды бере тұршы бір демесем мен. Сөйтіп Серікжан уахабист деген мақала тұр әлі. Фейсбукті іздесең, мына биліктің жалдамал жазғыштардың аккаунтында тұр. Біз оның бәрін қаттап, шоттап, скриндеп, сақтап қойдық. Неге? Ертең әгілердің басын шапқан кезде, жапқан жаласымен қосып шақырып аламыз. Бергеңдер, қалың жалақор. Бергеңдер. Шақырып аламыз. Енді Трампты Эпстейнменен қосып,
Ой, ол біледі, ол баяғыда сол Эпстейннің істеп жатқан істерін біледі дейді. Енді логикаға салсын, мысалы мен қазір Америкада, мысалы мен қазір мысалы Конгресске Ақ үй жаққа барайын. Соны, Серікжан, мистер Билаш, мен сені білемін. Сен деген осындай құман ұрайттың адамысың. Сен Қазақстанда нақақ сотталғасың деп, мысалы біреулер кеп менімен қол алысты. Мен қолымды алыспай қашан ба енді? Қашан ба? Сен болашақта қылмыс өткізесің ба? Сен Эпстейнмен қатысың бар ма? Сен қыздарды, кәмелетке толмаған қыздарды анау байлардың қойнында салып беретін қылмысың бар ма жоқ па? Жоқ, сен менімен қол алысып 5 жылдан кейін қылмыскер боласың ба? 10 жылдан кейін қылмыскер боласың ба? Мен соны тексеріп алайын деп содан кейін қол алсам ба? Ол қоғамда жүр ғой, ол Ақ үйдің алдында, Конгресстің алдында жүр. Ол мені танып, қол алсайық, мен сізді қолдаймын деді. Мен сонда қол алыспай тұрып, компьютерге кіріп, базасын етіп, тіпті оны балаштырып, 40 құмалақты шашып жіберіп, 40 құмалаққа қарап, бұл 10 жылдан кейін қылмыс жасай ма, жасамай ма деп тексеріп барып, содан кейін барып, онымен қол алысып фотоға түсуім керек пе? Қалай білем мен оны? Бұл қып-қызыл логикаға сыймайды. Бірақ бүкіл батыстың солшыл демократтық бағыттағы медиасы дыңғырда. Қылмыс деген не? Сен соны істедің ба, үстіңнен түсіп дәлелдеу керек. Затпен, айғақпен дәлелдеу керек. Қысқасы, қылмысты анықтайтын белгілер бар ғой. Соны істеуге тиісті оның гипотезалық себептері болу керек. Айғақтар болу керек, нақтылы заттар болу керек. Клинтонды дәлелдеді ғой баяғыда. Лайвинский менен Клинтон Ақ үйдің қуысында не істегенін білесіздер ғой. Лайвинскийдің көйлегінен шықты ғой ең соңында Клинтонның заты. Содан барып Клинтон жаңағы қателігін мойындады ғой. Сондай айғақ керек қой оған. Міне, бұл жердегі әңгіме сонда тұр. Ондай арандату біздің де бастан өтті. Мысал, баяғыда 2019-да сөйтіп түрмеден сот залынан босап шықтық. 2019 августтың 16 күні түнгі сағат 12 бәленде сот залынан босап шықтық. Содан бұрын соңды біз көрмеген біздің негізгі жетекші топ мүшесінің қатарында болмаған бір Қотырбет жігіт шыға келді. Елдер оны Қотырбет Бекзат дейді екен. Фамилиясы есімде жоқ. Мына жетекші Бекзат емес, о басқа біреу. Оның тіпті сайда саны құмда ізі жоқ. Оның бір сұмдық біздің жиналыстарымызға қатысқан ештеңкесі де жоқ. Бұның кім екенін де білмеймін. Өмірі тіпті мен оны кім екенін. Бірақ аяқ астынан бір жігіт шыққан. Ол жігіт біздің принциптерімізге қайшы жұмыс істейді. Біздің мүше емес әуелі. Біздің жетекші топ мүшесі де емес. Емес. Содан ол жігіт алады да, анау WhatsApp группаларда кіріп ана Қытайшыл Омарәлі Әділбек, Қытайшыл Дүкен Мәсімхан дегеннің 7 атасын жездей қақтап боқтайды. Соны ол топтарды кім қадағалап жүр? Сон бір-екі рет сондай аудиолар келгенде мен сын айттым. Біз ол атын атап түсін түстеп, оның әке-шешесін жездей қақтап, олармен айтысқалы келген жоқпыз. Біз Қытайда нақақ қамалып қалған Қазақстан азаматтары, немесе Қытайда нақақ қамалып қалған Қазақстан азаматтарының туыстарының мәселесін көтереміз. Нақтылы видео дәлел аламыз, аударамыз, оны халықараға жеткіземіз. Біз мына жерде отырып алып, Омарәлінің өліп қалған әке-шешесін қарғап сілеп отырған күрес емес ол. Ол болмайды. Бұндай шаруаны қойыңдар дедім. Ол аудиоларым тұр, каналда тұр, сол датасымен тұр. Біз солай істемейміз деді. Содан мен жекпе-жекке шақыратындар шықты. Ана Аятжан, Ахметжан, Серік Керей, Серік Мұратқан дегендер, Серікжан мықты болсаң жекпе-жекке шық дейді. Сон мен айттым, жекпе-жекке шығатын сен не? Сендер маған жаусыңдар ма? Жау болуға да тұрмайсыңдар. Сендер Қытайдың жіберген итісіңдер. Мен ана сендердің қожаларыңмен соғысайын. Сендер шәуілде бар жүріңдер дедім. Сонда мен барып, Астанада қолыма қылыш алып жаңағы айқасып тұрады екен әлгілермен. Сосын мені қоғамның кәдімгі бір содыр сотанағы жаңағы топтасып төбелескен ұйымдастырған деп соттап жүрсе. Сосын халықарадағы ең абыройсыз сотталған қазақ болам ғой.
Сосын анау Құдабай Қаржау, Құрал Сейітқан дегендер шықты. Билік ана кім Геройхан Қыстаубай дейтін ана жер сатылмасын деп жүрген. Жаңаөзеннің ереуіліне қатысқандарды бүйтіп ішіне кіріп алып жүріп, Кембіге сатып берген ана сатқандар шықты. Серікжан мықты болсаң дебатқа шық, ашық дебат ұйымдастырайық деді. Кәдімгідей отқа май құятындар шықты. Секе бар, ашық дебатқа шық дейді. Мен білдім. Неге? Мен ашық дебатқа барам, менің жағамнан біреу алады. Мен оны итермеймін, мен оны жағаңды босат деймін. Сосын менің жақтасын ба, мен оның қолын алып битік бағанда, ол дейді де барып тарс етеді. Сосын бас ұрады, сосын оны докторлар дайын тұрады, бітті, миына зақым келді дейді. Сотрясение алған дейді. Сосын тілі салақтап, ол сөйлей алмай қалады, немесе сақау болып қалады. Серікжан мені итеріп жіберіп, мен садақ қалады, болды бітті. Қатыны да аңырап, дейді, баласы да аңырайды, дейді. Кейін байтады, сөйтіп, қасақана зақым келтіріп, дейді, Серікжан тарс еткізіп 15 жылға соттайды. Мен оны итергем де жоқ, қолыңды босат деп, қолым биттім, бітті. Ол барады, тарс етеді, бітті, болды, бітті. Шоу. Сосын Серікжан қасақана кісі денсаулығына зақым келтірді деп сотталады. Оны біліп отырмын мен. Неге? Аронды сөйтіп соттады. Аронның ана өртеліп кеткен полицейменен грамм қатысы жоқ. Аронның. Арон о жерде ондай бөлек кісі өртеу дегенге қатысы жоқ. Өздері бір полицейді сол күні, ана өртенген полицейді сол күні шаңыраққа бақайға өздері сол күні ауыстырып апарған. Белгісіз бір адам үстіне бензин шашып береді. Белгісіз бір адам от тұтатып береді. Арон ба? Жоқ. Арон сол жердегі шаңырақ бақайды шақпақ болған Иманғалидың, Дариғаның жаңағы қыңыр тірлігіне қарсы азаматтардың, қазақтардың құқын қорғап отырды. Ол кісі өлтір, өрт қой деген жоқ. Сөйтті де өздері полицейді өртеп белгісіз. Оның өртегені кім екені де белгісіз. Аронды соттай салды. Иманғалидың, Дариғаның қолымен Назарбаевтың аппаратымен соттап жіберді. Міне. Серікжанды дебатқа шақырды. Серікжан бармайым деді. Мен сендермен арылдар, өңкей биліктің маймылдар, титушкасы, ол айтып сөз ұқпайды оған. Олармен қыртысып отырам ба? Мен жоқ, мен журналистерге сұхбат берем. Еуропа, Американың журналистеріне ағылшын тілінде сұхбат беріп отырам. Менің мақсатым сол. Дәлел керек па мен? Жоқ, мен сендермен бармайм. Ахметбек Нұрсила деген алаяқ ұйымдастырды сол дебатты. Жаңағы Құдабай Қаржау бар, жаңағы Геройхан Қыстаубай бар, Ырысбек Тоқтасыны бар, Құрал Сейітқаны бар. Бүкіл биліктің маймылдары жиналды сол жерде. Мен неге баруым керек? Өңкей маймыл, өңкей малғын, өңкей есек, өңкей анасынан туғанда шошқа болып туған торапайлардың ортасына мен не баруым керек? Мен адаммын ғой. Мені әкем адам деп таптырды ғой. Мені шешем адам деп, мен ер азамат тудым деп туды ғой. Олар тегі пәс, нәжістер олар. Туғанда малғын болып туғандар. Мен неге баруым керек олардың деңгейіне түсіп? Оларды тозақта 3000 жыл өртесің, тәубасына келмейді олар. Оларды мәңгіге өртесің, тәубасына келуі мүмкін. Міне, көрдіңдер ме? Сонда жаңағы Қотырбек Бекзат шықты. Қытайшылдармен алысып жаңа. Мен айтам, азаматтардың жеке ар-намысына тиме. Сонымен жаңағы жекпе-жекке, сөйтсе қарсы жақпен келісілген жекпе-жекке шығыңдар дейді. Ана Қотырбек Бекзат айтады, атажұрттың азаматтары жүріңдер жекпе-жекке дейді. Атажұрттың ішкі тобында айттым. Мұнандай әңгіме арандату дедім. Біз сөйтіп біреумен жекпе-жекке шығу, бізді кәдімгі көше содырлар қатарында соттауға, билікке сылтау тауып береді дедім. Бармайсыңдар дедім. Бір ақсақал ағамыз барамыз дейді. Мен айттым, жоқ, бармаңыз дедім. Бармаңыз дедім. Көрдіңіздер ме? Бармаңыздар дедім. Міне. Соң Қотырбек Бекзат барады. Ол енді маймыл ғой, келісілген маймыл. Жаңа Қытайшылдар барады жаңағы. Құрал Сейітқан деген бір
2 метр жерден аузының сасық иісі бұрқырап тұрады. Міне жас 50-ге келсе де қатын алмаған бір денсаулығы жоқ жігіт бар. Бірақ сол кембінің маймылы. Полицейлер ұрып, басында ол активистеу біреу болған. Сон полицейлер ұрып оны. Алдынан ұрып, артынан ұрып, жаң қысқасы далдылын шығарып, сосын ол қазір кәдімгі малғұн итке айналды. Малғұн ит. Сон жаңағы ата жұрттың азаматтары қорқып келмеді. Сонда біз көше содырлар ұқсап, олармен жекпе-жекке бару керекіміз. Омарәлі Әділбектің інісі, Тұрсынәлі, Тілеуше, тағы біреулер бар. Олар ойлаған Серікжанды сол деңгейге түсіреміз деп өздерімен. Жоқ, біз бармаймыз деді. Ол кезде күніне 3-4 журналистке сұхбат беріп уақыт жеткізе алмай. Бір сұхбатым 4 сағат, 5 сағат. Ойлашы. Бір сұхбатым. Күндегі камераның алдында отыратын кезім. Сонымен Қотырбек Бекзатты тізелетіп кешірім сұратып. Енді ол солардың адам болса әрине тізелей салады ғой. Соныменен жаңағы сөйте салған. Міне, көрдіңдер ме? Ол тіпті Оспан Батырға тіл тигізген ба? Содан бар Серікжан Оспан Батырға тіл тигізді ме? Мен Оспан Батырды мақтап, мен қаншама мақала жаздым. Ано 2007-2009-да. Бүкіл Оспан Батырдың тұтқындалған немерелерінің тақырыбын біз көтердік. Біреудің аузымен айтқан сөзге Серікжанды кінәлайды да. Мысалы, ана биліктің тіркеп берген 2 сатқыны бар. Қыдырәлі Ораз, Ербол Дәулетбек деген. Ербол Дәулетбек айтады, қазақтың жерін Қытай алғанша сарт алсын дейді. Ойбай, мыналар сартты қаптатпақшы, мыналар қазақтың жерін ұйғырға бермекші деп. Оны айтқан Ербол Дәулетбек. Ол жайына қалып Серікжанның адамы дейді ғой. Серікжанның адамы айтты деп, ол дүрілдеп, бүкіл мемлекеттік медиаларында талқылап, сайттар жазды. Мен айттым ба дедім. Арандату. Көрдіңіздер ме? Жаңағы жекпе-жекке шақырады. Мен бір жігітті шықпаңдар дедім. Бір жігіт бармайсыңдар дедім. Біз көше содырлар емеспіз дедім. Олардың мақсаты бізді солай істеу. Біреуің бармайсың дедім. Көрдің бе? Ата жұрттың жігіттерін шашау шығармайсың. Ондай арандату қазір де жүр. Ол кез келген адам мен ата жұртпын десе ата жұрт бола бермейді. Қазір де ата жұрттың атын жамылып, біреулердің көзіне шұқып, біреулердің намысына тиіп, біреудің ата бабасын боқтайтындар бар. Мен оның ешқайсысына сен солай істе деп тапсырма берген жоқпын. Бірақ біреу ата жұрттың атын жамылып солай істеп, біреу өтіріктен қорланған болып, біреу оны қорлаған болып, одан біреу үшінші біреу видеоға түсірсе, онда ол таптаза кино сценарий, ол ролик, мақсатты түрде түсірілген ролик. Сөйтіп, ата жұртты бір сондай бір жек көрішті сұрқия қып көрсетуге жасалған роликтер олар. Мен ешкімді қорла, ешкімнің ата бабасына тиіс, ешкімді ұр соқ деп тапсырма бермеймін ешқашан. Көрдіңіздер ме? Қордайдағы қазақ дүнген қақтығысын қалай ұйымдастырды білесіздер? Жаңағы дүнген қазақтың полицейін ұрады екен. Холливудтың фильмінде өйтіп бәленбай камерамен түсірмейді. Ана дүнғанның ана полицейді ұрып, оның ана дәу қалпағын ұшырып жіберген сәтті жан жақтан камерамен түсірген ғой. Бұдан өткен әртістік болмас. Енді анан баяулатып, әні Үндістанның фильмі қоса дүш деп бір ана бейтеп құлаған қып түсірген болса керемет болатын еді. Мына жағынан алып, астынан алып, жаңағы деп желді аңыратып жіберсе керемет болар еді. Бәленбай камерамен түсіріп желіге сала қояды да, сосын тағы да Құдабай Қаржау, Құрал Сойыт қондыр, аттан дейді. Ей, Қазақстанның 100 000 қарулы күші қайда қалды? Қордайдағы 5 садыра картоп, помидор егіп жүрген дүнгенге аттан деуге соншылық бейшара болдық па? Мемлекет қой бұл дедім мен. Қылмыс бар ма? Полиция барсын, прокурор тексерсін, сот соттасын. Бүлік туды ма? Ішкі армия барсын, қарулы армиямыз бар. Неге қарапайым ауылдың жігіттерін аттан деу керек? Аттан деген Құрал Сейітхан мен Құдабай Қаржау сотталды ма? Сотталған жоқ. Қазақтың қарапайым жігіттері сотталып, обалды боп, істі боп кетті. Ал Қордай оқиғасын неге ұйымдастырды? Серікжанды әсіре радикал ұлтшыл деп соттау үшін Қордай оқиғасын ұйымдастырды. Қордай оқиғасын ұйымдастырудың алдымен бүкіл мемлекеттік медианы іске салып, Серікжан дүнген деді, халықтың санасына тықпалады. Дүнгенмен грамм қатысым жоқ. Қап қазақпын. 77 ата бабам қазақ.
Арғы ата бабаларым наймандар Қашқарды жаулап алғанда сарттың қатындар мәкілің мына жақта яқшы нәрсе бар деп аттан түсіңдер дегенде біздің аталарымыз аттан түспей қойған. Аттан түскендер анда қалған қу наймандар. Біз аттан түспей қойған наймандардың ұрпағымыз. Міне, мына жақта яқшы манта бар, түсіңдер, мәкілің, вай, кәліңдер деген кезде біз түспей қойғанымыз. Оригинал қазақпыз. Қашқардың өзінде сартқа былғанбай шыққан қазақпыз. 50 жыл билеп тұрғанда. Қап қазақпыз. Оның ішінде Төлегетаймыз. 4 Төлегетай, Садырматай, Дөртуыл Қаракерей болса, соның ішінде біз Қаракерейміз. Қанымызда бір басқа халықтың несі жоқ. Ал неге Серікжан дүнген дейді? Неге сол кезде мемлекеттік медиада Серікжанды дүнген деп әңгіме қозғайды? Енді олардың логикасында Серікжан ұлтшыл, енді ол өзінің дүнген еместігін дәлелдеу үшін Қордайда дүнгенге қарсы сөйлейді деп ойлап қалды. Серікжан ұлтшыл, расында ұлтшыл. Сонымен ана жақта дүнген деп алды. Сосын Қордайдан жаңа клипті түсірді, дүнген ұрған қазақ полициясының. Енді сосын қазақ желісінде әшейін бүкіл жаңа биліктің маймылдары, қазақтар намыс қайда, жігіттер намыс қайда, деп баттı да. Қазақстанда басқа тема жоқ. Ұрлап отырған Назарбай, Тоқай, Құлыбайдың ұрлығы ол әңгіме емес. Мынау жұмыссыздық, мынау шетел асқан миллиардтар әңгіме емес. Енді ана жерде бір картоп егіп жүрген, бір Қордайда, бір ауылда картоп егіп жүрген бір бессадыра өзі азғантай бір қауымды соны мемлекеттік деңгейде жау қылғалы отырды. Мемлекеттік деңгейде жау. Олар жау болайын десе де бола алмайды ғой. Әрқайсысына бір ракета беріп қойсаң да бізге жау болуға тұрмайды ғой олар. Біз деген мемлекет құрып отырған халықпыз. Бізде мемлекеттік ресурс бар, армия бар бізде, мұздай қаруланған. Полиция бар, прокуратура, сот бар, түрме бар. Ішкі полиция бар. Картоп егіп, помидор егіп жүрген ана жердегі бессадыра дүнген бізге мемлекеттік жау ма? Ол біздің бұқара ғой. Қылмысты болды ма, бар ұста, сотта, дәлелде. Қателесті ма, тәрбиеле, болды. Мемлекеттің сипаты. Біз бандит емеспіз ғой, мына клан мен ана клан барып төбелесетін. Ол бандиттік, жабайлық дүние. Содан олар ойлады, Серікжан дүнгендерге қарсы бір сөйлейді. Қазақтар намыстарың қайда? Мына келімсектері шаңыраққа қарасын деп бір лекция сөйлейді деп күтті. Сонда биліктің маймылдарының барлығы мына келімсек бұратана халықтар шаңыраққа қарасын деп бәрі жазды. Бәрінің фейсбугіне қараңдар. Бәрі жазды. Бүкіл қазақ ұлтшыл болып кетті. Маған ел сыйлайды деген бір ағаларға дейін шығып, сөке, мына қазақтың намысын осындайда бір көтеріп қойсаңшы деп ұсыныс айтты. Мен шайымды ішіп күлдім. Қазақтың намысын көтеріп қою керек екенде. Менің аузымнан сол кезде дүнгенге қарсы бір ауыз сөз шықса, ана жерде өлген бүкіл дүнгеннің қанын менің мойным артпақшы. Серікжан дүнгенге қарсы сөйлеп, Серікжан Біләштің сөзін тыңдап, содан қанымыз қызып кетіп, енді абайламай 10 дүнгенді өлтіріп қойдық деп бүйтіп сот алдында, ана кісі өлтірген қазақтар өзі мойындайды. Оны мойындатады билік, әртістерін жіберіп. Оларды 10 дүнгенді өлтіртеді, әйелін зорлатады, сәбиін өлтіртеді әуел керекті, үйін өртетеді. Содан кейін олар, Серікжанның лекциясынан кейін қанымыз қызып кетіп, сөйтіп, өлтіріп қойып, ұстап қойып, бүйтіп тұрады да. Сосын қайтеді, Серікжан ұлтаралық араздық қоздырушы, әсіре радикал қазақ ұлтшылы. Мына дүнгендерді Қытай диаспорасы деп, Қытайға деген өшпенділігін Қазақстанда Қытай диаспорасы дүнгендерден алған әсіре радикал, әсіре төзімсіз, жаңа толеранттылығы жоқ қылмыскер болып 15 жылға сотталады. Биліктің жоспары осы. Ал Серікжан оның бәрін қайтты. 7 қабат тұманның ар жағынан көзім көріп қойды. Ана Ерлан Қарин, Абзал Құспан, ана Киембінің идеологтарының не жоспарлап отырған шахматын мен ана 40 жүрістен кейінгісін көріп қойдым. Көзім, ләзер, Құдай берген ләзермен мен ана арамдықты көріп қойдым. Мен аузым дедім, жоқ дедім.
Yok söylemeyeyim. Qoңыраулар. Çeke söylеңізші дейді. No, söylemeyeyim. Mine gördüңдер ме? Söylemeyeyim dedim. Неге? Мемлекетте ондай бүлік бірдеңе туса, оны мемлекеттің арнайы құрылымдары айналыссын. Қарапайым азаматтардың онда не қатысы бар дедім. Міне. Сөйтіп, аттандап айғайлаған биліктің маймылдарына істе қозғалмайды. Ал баты барып сол жерде бүйтіп аузан қиып қызық көрген жігіттердің бәрі нақақ сотталды. Көрдіңіздер ме? Міне әңгіме.